Армысыздар, ағайындар. Мынау қасиетті Рамазан айында біраз тыныштыққа беріліп, жалған дүниенің дудырмөгінен жаңағы аулақтау болып, кітап оқып, рухани мынау ютубтағы жаңағы интернеттегі рухани бағдарламаларды көріп, Құран кәрімді оқып, сол 30 күн оразаны өткізетін әдетім бар. Осыған қатысты өткенде де айтып кеттім, анау Айнұр Әбдірәсілқызының 1 сағат 57 минут әңгімесін тыңдадым. Қазір Берия туралы оқып жатырмын. Қолым тимей жүреді оқыған жөнінде, оқуға. Енді Берия туралы мен мына Григорий Климовтың жазғандарын оқығам. Ол Григорий Климовтың жаңағы ол 15 жыл КГБ-да қызмет жасап, 15 жыл Америкаға қасып кетіп ЦРУ-да қызмет жасап, еврейлер туралы жазған еді. Мен мына өзімнің кітабымда ол Климовты атағам. Мен ол мысалы Григорий Климов ол қателескен адам болған, яғни еврейлер Мысырда болды деген, және де еврейлермен мына сығандарды шатастырып алған негізінде. Бірақ мына коммунистер туралы жазғаны, Ленин, Сталиндер туралы және көшпенділер туралы жазғаны өте дұрыс. Қызтекелік көшпенділерде болмаған дейді. Неге? Өйткені олар еттің жаңағы таза халал малдың етін жейді дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына ғұндардың көсемі деген Аттила Европаға барып қан жаңартып, жаңағы оның жаңағы әскерлері Европаның қыздарын жаңағы астыға салып, қыз текелікті бір тараз тоқтатты деген пікір жазған. Негізінде ол сөздің жаны бар енді. Міне осы сияқты кітаптарды оқимын. Міне кешеден бері 2 күн бойы 1 сағат 50 минут мынау Жанар Байсеміз деген қарындасымыз журналист, соған мынау Ақберен Елгезектің сұхбатын тыңдадым. Енді Ақберен Елгезек болмаған балалық шақ атты кітап жазған екен. Біздің мына Аягөзден, Шұбартаудан екен. Шыққан тек Керей болса керек. Атам Керей деп отыр ғой жаңағы. Мұхтар Мағауинмен аталас деп. Шұбартаудан. Қасиеті бар азамат екен, сопылық жолды ұстанады екен. Көп әңгімені айтты. Бірақ бұның айтып отырған әңгімесінің бәрі маған таныс негізінде. Мен неше жыл бойы сіздерге айтып келе жатқанымды, Ақберен ол мені білем, ол мені оқыған да жоқ, мені тыңдаған да жоқ, бірақ ол мынау Блаватская жазады ғой. Все ясновидящие, прорицатели, генетически связаны с Белым островом деп, яғни барлық көрікпел көреген қасиетті бар адамдардың бәрі қанынан жаңағы ағаралмен, яғни біздің айтқан жерүйекпен байланысты деп. Сондықтан да анау менің оқырмандарым, тыңдармандарым Жанат Бақыт жаңағы сөйлеген кезде Ұлжан деген қарындасымыз маған телефон шалып, Қайрат аға, мына қыз сіздің айтқаныңыз сияқты айтып отыр, байқап көріңізші деп. Кейбіреулер ойлайды, сол Жанат Бақыт оқып алып айтады деп. Енді оқығандары да бар, оны алдында айттым ғой. Филологиядан, тарихтан оның хабары бар. Және де оның хабары мына Майя Бекбаеваң болсын, анау тарихты айтып жүрген тағы кімдер бар жаңағы. Олардан артық оның оқығаны Жанат Бақыттың. Көрдіңіздер ме? Ал енді мына Елгезекті айтсақ, Ақберен өте дұрыс пікір жазып жатыр азаматтар. Енді талай баланың атын Ақберен қоятын шығар қазақ деп. Иә, мен ертең немерем болса, мен де Ақберен деп қоярмын мысалы, иә. Ол мағыналы адамның аты. Атасының тәрбиесінде болған екен, атасының ақылын тыңдаған екен. Енді оның да айтып отырғаны сол менің сіздерге неше жылдан бойы айтып келе жатқан әңгімемнің айналасында. Ол оп-оңай ғана айтып отыр, иә. Мысал айтып отырған мынау бір жағынан дұрыс айтты. Біз енді қазақ дейді, талай қайғы қасірет көрген халықпыз ғой дейді. Бірақ біз талайды қан қақсаттық дейді. Дұрыс айтады. Шыңғысхан қазақ болған, Аттила да қазақ болған мысалы. Бірақ бұлар не үшін қан қақсатты?
тәртіп орнату үшін. Шыңғысханнан сөз қалған ғой. Егер де сендер осыншама күнәһар болмасаңдар, көк тәңірі сендерге мен сияқты жазаны жібермес екен деп. Аттиланы да бич божий деп атаған. Яғни ЛГБТ-ға, ана Климов жазғандай, соларға қарсы шыққан. Өйткені Аллах тағала міндетті түрде сондай адамдарды әбден азғындағанда біздің арамыздан, арғы түбіміз арийлерден жібереді. Көрдіңіздер ме? Міне, оны дұрыс айтып отыр. Және де ол оп-оңай мынандай әңгіме айтып отыр. Енді мына орыстардың дейді, үш басты айдаһары кәдімгі біздің 300-дің әспеті ғой деп, мен айтып жүрген әңгіме ғой. Негізінде ол үш қиян, үш басты айдаһар, Змей Горыныч деген сол үш қиян тау ғой енді. Үш қияннан шыққан айдаһар деп айтқан. Змей Горыныч 300-дің әспеті дейді. Өйткені сол үш қиянға қатысты, үш тауға қатысты айыр-таңба пайда болған. Сол айыр-таңбаның әспеті, айыр-таңба сол біздің үш қиянның әспеті болады. Көрдіңіздер ме? Оны кім айтыпты? Ғұлама деп жүрген жаңағы тарих ғылымының докторы жаңағы Иманғали Тасмағамбетов не деп отыр? 100 деген бет жүзі дейді. Ол айыр-таңбаның 300-і ғой, жүздері. Адамның бет жүзі деп өзінше бір философияға беріледі жаңағы. Басқа ғалымдардың, басқа академиктердің дөй-дала өткеннен Асан Қайғы туралы айтқанымды естіңіздер. Дөй-дала қайдағы жоқ ақылы жетпейтін әңгімеге бір ертегі шығарып алып қазақтың басын қатырып жүр. Ал Ақберен болса жай ғана айта салды жаңағы. Орыстардың үш басты айдаһары дегеніміз біздің 300-дің әспеті ғой, символ. Иә, қазақтың әспеті ғой. Сондықтан дұрыс айтып отыр. Біз талай елді қанға қақсаттық дейді. Орыстар осыны білмейді дейсіздер ме? Біледі. Біледі, оның бәрін біледі. Орыстардың деректерінде, бұлардың мұрағаттарында көп дүние жатыр. Қазір енді қаншалықтысын қазір мына біздің қазақ тарихшыларына олар береді. Қаншалықтысын бермейді, оны мен білмеймін. Бірақ Ватиканға да кісі жіберіп отыр дейді. Ватиканнан не шығады, оны бір Алла біледі. Жазылып біткеннен кейін көреміз ол тарихты. Көрдіңіздер ме? Сонан кейін Ақберен енді мынандай әңгіме айтып отыр. Ана қыз байсеміз Жанар сұрақ қойып, сіз анау қара айдаһарды көрдіңіз бе десе, көрдім дейді. Көрдіңіздер ме? Қара айдаһар бар дүниеде. Ол айдаһарды көрген. Көрдіңіздер ме? Ол көрдім дейді. Енді біз Қыдыр атаны көрдік деп отырмыз ғой, сол сияқты көрген ол. Бірақ мына сопылық жолын ұстанғаннан кейін ол ашылады ғой. Ашылғаннан кейін көргенімді айта алмаймын. Ол айтуға болмайды. Ол айтуға болар еді, онда Ақберен ертең жынды дейді. Мысалы, біз өзіміздің мына Мұратбек Асанұлы бар, Мұратбек Оразғали бар мысалы. Бұлар өздерінің көргендерін айтса, елдің бәрі мына дәйін емес қой халық. Ондай ақпаратты алуға. Ол жынды дейді жаңағы. Мысалы, қазір бір орыстың генерал-лейтенанты сөйлеп отыр. Біз көрдік дейді. Инопланетяндардың кемесінің ішіне кірдік дейді. Ал орыс, надан орыс ақмақ. 99% комментарий мынау алжыға, мынау құтырып кеткен, мынау мақұлық дейді. Ал инопланетяндарды көргендер болған. Мен өзім 4 адамды білем, инопланетяндарды. Аттарын атай аламын мысалы. Инопланетяндарды көргендерді. Көрдіңіз бе? Біреуі туралы Айжан деген қыз туралы айттым, е? Көріпкел көреген текті жерден шыққан қыз. Қасында Бақыт деген ағасы болған. Бақыт та көрген, бірақ Бақыт қорқып қашып кеткен Айжанды тастап. Көрдіңіз бе? Сосын мына мен өзімнің ағам, бұл да академик не. Біз Көкжал Барақтың Кәдір деген атасынан 2 академик шығып отыр. Мынау көрген. Бұны көрген үшін бұл қазір мынау Ресейде атағыдардай адмиралдар, генералдар шақырып жаңағы әскерлерін жаңағы ұшықтатып жүретін. Қазір енді білмеймін, барып жүр ме, бармай жүр ме, қартайып қалды. Сократ орденін алған, қасиетті Елизавета ма, Елена ма ордендарын алған. Бұл қасиетті Елизавета ордені деймі, ол орденмен Англияда жүрсең, әрбір ағылшын сенің алдыңда шляпасын шешеді. Міне осы көрген Базылхан қажы, менің ағам. Екеміз Дүсіп деген атадан тараймыз. Дүсіптен Абдырахман мен Дүйсенбі. Абдырахманнан менің әкем, Дүйсенбіден
осы Базылхан қажы тарайды. Көрдіңіздер ме? Бұл көрген, бұны жындыханаға қамаған совет үкіметі кезінде. Сонда менің Фарида деген апайымыз барып, көрмедім деп айта салды, десе, қайтпай қойған, көрдім деген. Айыртаудағы үңгірге кірген. Ол мен барып жүрген үңгір, ол бергі үңгір, анау жоғары жақты үңгір бар. Сол үңгірге барғаннан кейін бұған қасиет қонды, кереметтей қасиет қонды. Бұл долларовый миллионер емшіліктен. Бірақ аналар сияқты қақау анда барып зиярат ет, мында барып зиярат ет демей, бұл сынықшы кәдімгідей. Массаж жасайды. Содан кейін почетный народный духовный целитель деген атағы бар. Көбінесе мына орыс халқын емдейді. Орыс тілді, орысша оқыған ғой. Орыс тілді болғандықтан Құдай солай жаратқанша, олар да адам баласы ғой, соларды емдейді. Ол көрген, мысалы. Келген, сөйлескен адамдарды білем, инопланетендер. Көрдіңіздер ме? Ал Базылхан қажы кейін сол жындыханада жатқанның бәрінен қағазын алып, ақталып, ешқандай жынды емес деген қағаз алған. Яғни инопланетянды көрген адам ол жынды емес. Оны Мұратбек Асанұлы да көрген. Оны жаңа менің таныстарым да көрген. Сондықтан мына Мекентас Мырзахметұлы ағамыз дұрыс айтады. Біз мәңгүрттенген ортадан шықтық дейді. Қазір биоэнергетикалық, биоқуат өрісі заманы, бірақ оны қазақ әлі түсінбейді дейді. Түсінбегенмен міне қазір сол Жанат Бақыт сияқты, жаңағы Айнұр Әбдірәсілқызы сияқты, Мұратбек Асанұлы сияқты, мысалы, жаңағы Ақберен Елгезек сияқтылармен шығып, халықтың алдына шығып жатыр. Соларды тыңдау керек. Тикток имамда нелерің бар. Ол Ақберен кәдімгі дін туралы да айтып отыр. Қазақ мына ислам дінін түсіне қойды дейді, өзінікі екенін дейді. Сондықтан бірден қабылдады дейді. Өйткені мен үнемі айтамын, мұны Авеста деген абыз ақындардың жаңағы дін, ол Иранға кетіп қалған, но Иранның діні емес қой, біздің Тұранның діні. Нестериандық дін солардың бір көрінісі. Зәрдүштінің. Ол біздің дін болған. Сондықтан Құран кәрімде кәдімгідей айтылады. Тұр тауына серттеп, сол біздің шұқиян айтылады. Тереге жазулыға серттеп, сол Авеста айтылады. Осы кітапқа серттеп, Құран кәрім айтылады. Сондықтан ол сопыл жолын өткен, оқыған адам ретінде жайбарақат айтып отыр. Қазақ бірден түсінді өзінің дінін. Сондықтан қабылдады дейді. Біз қазақи тұрғыда ислам дінінде болуымыз керек дейді. Оны мен үнемі айтып отырмын. Қазақи исламизм. Көрдіңіздер ме? Радикал болмау керек. Соның өзінде біреулер ойбай әшейін, анау Ләйла деген қарындасымыз мына Ердоған туралы жаңағы жазған кезде пайғамбар Мұхаммед ғалейхиссаламды да атап кетсе, бір радикал жазады. Сен хан сұлтандармен пайғамбар Мұхаммед ғалейхиссалам қатар қоймады. Қалай қатар қойма? Ирвинг деген жизнь Мұхаммедан жазған еврей айтады, Мұхаммед, да благословит его Аллах и свидетельствует, он осуществил религиозную и политическую революцию дейді. Ввел ислам дейді. И создал арабский халифаты дейді. Оған дейін араб қандай халық болды? Жабайы халық болды. Суреттерді көрсеттім ғой деймін сіздерге. Біздің аталарымыз аттарына дейін сауыттанып алған. Шауып келе жатып, атып түсіреді. Сонда екі араб бір түйеге мініп, біреу түйені жүргізеді. Екіншісі бір ағаштан жасаған садағымен атады. Анау атар кезде тоқтайды, сол кезде атады. Сондай халық болған. Біздің аталарымыз оларға барып дін әкелген кезде. Осы дінді біздің аталарымыз апарған. Ибрагим пайғамбар, оған Аллахтың сәлемі болсын, 6 айдан кетті деп жаңа айтып отыр ғой. Айтып кетті ғой анау Рим папасы. Ол сөзіне жауап беретін адам. Албаты сөйлемейді ондай адамдар. Ондай деңгейде. Көрдіңіздер ме? Міне осындай бір керемет әңгімелерді ерінбей, жалықпай жаңа кеше тыңдап бітірдім. Расында да Ақберен қасиеті бар азамат екен. Билікте де істедім дейді. Осы Ақберенді неге министр қылмаймыз? Оқу ісі, білім министрі неге қылмаймыз? Мемлекеттік қызметте оның
тәжірибесі болса оны қоймайды. Асан Қайғы не деді? Қилы заман болмай ма дейді. Суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма дейді. Неге? Суда жүрген ақсазан деп айтпайды. Оның да келіп тұр ғой жаңағы қисыны. Жоқ, суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма дегені, шортан жыртқыш. Жыртқыштар билікке келеді қазақтың дейді. Міне 30 жыл Назарбаевтың билігі, ол сол жыртқыштардың билігі. Ондай жыртқыштар. Мына Ақберен сияқтыларды атып тастамағанына Құдай дейік, шүкір дейік. Құрметті қазақ елі. Өстіп адам болып кетерміз. Өткенде айттым оны, Қыдыр Атаны да көрдік деп. Қыдыр Атаны да көрдік. Анау тарихта айтқан қызды айттым ғой, оның аты Гаубара дей ма? Басқа қыз екен. 27 рет пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламды көрдім деп отыр. Айнұр Әбдірасылды 12 рет көрдім дейді. Мен пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламды бір-ақ рет көрдім. Мен осы қасиетім басталар кезде мен бір-ақ рет көріп, мен осындай әңгіме айтып, жердің кіндігін, жердің ұйығын, адам ата мен Хауа ананы жаратқан жерді, сол Аллахтың қалауымен көкейіме салынып қасиетті Рамазан айында соның тұрған жерін айтып отырмын. Ежел кейбіреулер айтқан ғой жаңағы. Ган Едем деп аталады жер жұмағы. Оны біз таба алмаймыз. Күндердің бір күндерінде оны Машиақ табады деп. Машиақ дегеніміз, бір жағынан мен Серік бол Қондыбайды Машиақ дедім, Машайық дедім жаңағы. Тәуекелі қазақтың. Осы Серік бол Қондыбай деген қазақ оңса оңады, оңбаса оңбайды. Ол тәуекелге берілген ары қазақ мифологиясы. Көрдіңіздер ме? Ол арналған адам, посвященный адам, қасиеті бар адам, арқасы бар. Машиақ деген посвященный адам, арналған адам. Көрдіңіздер ме? Соның аруағынан аян алдым деп айттым ғой мен мысалы. Мен өзім де посвященный адаммын мысалы. Ақырында сол еврейлердің айтқаны дәл келді. Оны біз картамен іздеп, қағаздан іздеп тапқан жоқпыз. Қалай түсті, солай бардық та кітапты аша салдық. Құдайға шүкір, міне кітапхана алдын ала Аллах тағала дайындаған осындайға мені мысалы. Енді Ақбереннен айтқаннан кейін мен айтып отырмын, өйткені оған дейін баяғы мен деп айтты деп, мені сөгеме деп тартынып жүрсем, Ақберен ашықтан ашық айтты, Аллах мені осылай дайындады дейді. Иә, мені Алла тағала дайындады. Осыны табуға, осыны ашуға. Мен есімді білгенде құстың сүті, әкем үлкен бастық болды. Менің әкем 30 жыл ел басқарған азамат. Жоғарғы кеңестің депутаты болды. Орталық комитеттің мүшесі болды, обком хатшысы болды мысалы. 30 жыл ел басқарған азамат. Шығысқа келсеңіздер, менің әкем Зарықпанды бесіктегі балаға дейін бұл біздің ағайымыз болған деп кім болса да айтады. Ал 30 жыл ел басқарған Назарбаев міне елдің лағынетіне ұшырап жүр. Көрдіңіздер ме? Суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма деп сонда Асан атамыз айтып кеткен екен мысалы. Міне осындай жанұяда өскендіктен менде мания величие де жоқ. Мен дайындалған, мен Құдай солай дайындады ғой мысалы. Мына менің кітабымды оқыған ең алғаш маған Бақытжан Рәш айтқан еді. Сен өте қарапайым адам екенсің, Қайрат. Мынанша жаңалықты жалғыз өзің ашып, мынаның бәрін жалғыз өзің айтып отырып, кітабыңде біз деп жазасың дейді. Иә, біз қазақ аштық бұны, бұл жаңалықты. Көрдіңіздер ме? Бірінші қазақ тапқан, бірақ ол кезде енді карта болмады, энциклопедия болмады, кітап болмады. Асан Қайғыға берілді, тұспалдап айтылған шығар, әйтеуір іздеп жүріп тапты ғой. Маған түсті, мен қағазды аштым да зерттеулерден. Яғни қалай зерттеу керек екенін маған айтылды, сол зерттеу бойынша мен соны тауып отырмын. Сонда Блаватскаяның айтқаны рас болды. 21-ші ғасырдың бірінші жартысында әлемнің құпиясы ашылады деп. Тайные знания дейді ғой. Тайные знания деген ілім. Біз ілімі бар қазақпыз. Кеше бір анау бір қазақ шығып жүр, тақия киген, керемет сөйлейді екен жаңағы. Билердің сөзін тіпті орысша айтса, орысша да айтып қояды жаңағы. Бір орыстың сөзін айтты.
орысшалап айтты. Не убивайте своих волков, иначе волки другого народа загрызут вас деп. А мына 30 жылда біз өзіміздің көкжалдарымызды өлтіріп келдік. Көрдіңіздер ме? Соның өзінде бәрібір де одан кейін міне шығып жатыр. Олардан артық шығып жатыр. Олардан артықтар шығып жатыр. Көздері ашық, көкірегі ояу, дін арқылы бәрі де шығып жатыр. Ақберен елгезекті дін арқылы, сопылық арқылы. Қазір мына Ләйла деген қарындасымыз айтып отыр, 25 жыл мен Самарқанда сопылық оқуын оқыдым дейді. Әйел адамды алмайтын дейді. Мен болмай жүріп, мен жалғыз әйел сол сопылық оқуды оқыдым солардың есінде дейді. Бірақ Қайрат аға дейді, мен сізді үйретейін. Сіздің айтқаныңыз дұрыс болады дейді. Өйткені сіз дейді, түсіндіре білесіздер дейді. Мен таңғалам дейді. Сіз біреу сене алмайтын дүниені қалай сіз дәл келтіріп айтасыз. Ешкім сізге қарсы пікірді жаза алмай қалады деп Фейсбукта жазған еді. Бұйыртса, енді сопылыққа менің ол жаңағы бүйрегім тартып жүрген онсыз да біліп отырсыздар ғой. Мына Мұратбек Оразғали да сопылыққа бет бұрған азамат. Мен баратын мешіттің имамы Ибрагим Қажық ел арасында сопа атанған мысалы. Көрдіңіздер ме? Мына Ақберен сол сопылық арқылы ашылған екен. Ал енді біз сол, бізден мен ғарыштық қуат арқылы ашылдым ғой, бірақ енді көргендерімізді, мысалы мен сіздердің алдыңызда, өзімнің жаңа подписчиктерім алдында айтсам, сіздер түсінесіздер. Бірақ басқа біреулердің түсіп қалсаңыздар, олар хейтер дей ме? Олар бірден жаңа қазы қуалап шыға келеді. Сондықтан бізде Қанипа хан апа деген құрмет орденді ұстазымыз болған апай. Сол кісінің сіңілісі Бақытгүл. Ол мынау Жамбыл интернат мектебінде ұстаз. Сол Қанипа апайдың, хан апаның музейін ұстап отыр. Сол жерде сол айтқан еді, Қайрат аға, сізді жынды дегеннің өзі жынды дейді. Өте дұрыс айтады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Мекентес Мырзахмет ағамыз айтып кеткендей, бірден түсіну мүмкін емес. Сондықтан біз ақырын сіздерге осы менің лекцияларымда, менде монетизация да жоқ. Көрдіңіздер ме? Мен біреу жазған ғой ақша үшін, монетизация да жоқ. Қазір енді қосып береміз деп отыр бір мықты SMM менеджерлер. Уақытым жоқ барып 1-2 сағат қастарында отырғанға. Көрдіңіз бе? Монетизация жасап алармыз, ол артық болмас. Бірақ тағы бір пікір жазып отыр, подписчик өте дұрыс. 500 мыңдай сіздің подписчигіңіз болса, Қайрат аға шіркін, қазақтың көзі бір күнде ашылар еді. Өйткені біз қазақтың тарихын айтып отырмыз. Қазақтың болмысын, қазақ деген ұлы қазақ. Казахи связаны с богами, белые боги деп. Ақ құдайлар деген. Біз. Сонда жаңағы Ақберен айтады, мен қазақ сияқты басқа ұлт бар ма, халық бар ма, мен оны түсінбеймін дейді, қазақ дейді. Соң соңғы сұрақтарының бірі, жануар болсаңыз кім болғыңыз келеді десе, жылқы болғым келеді деді. Неге десе, қазақ деген жылқы ғой деді. Оны мен айтқам, е? Ал ана неше пайыз қазақ көк бөрі қызтекелердің төтеміне табынып жүр. Құран кәрімде айтылған, Аллах тағаланың сөзі бар, сендер менің орныма бұқаны құдай санап кеткендер үшін мен сендерге уақ қайғы қасірет жөнелтіп отырам деген. Ендігі көк бөрі қызтекелердің төтеміне табынған үшін біздің көзіміз ашыла ма, ашылмай ма? Ол Алланың қолында. Құран уахи Аллах мінсіз, Құран уахи Мұхаммед оның елшісі, бұл біздің дін. Бұл ешқандай көшірілген емес, ешқандай ұрданған емес, бұл таза түскен дін. Көрдіңіздер ме? Ол біздің дін. Қасиетті Рамазан айында міне осыны айтып отырмын сіздерге, құрметті ағайын.